Ішкі істер министрінің өкіліне, өзіңіз білесіз, алимент бойынша миллиондап жаңа қарызы бар болса да, оны төлемей жүргендерге 5 тәулікке дейін әкімшілік қамаққа алу қарастырылған. Бірақ енді оны орындау процесі бар, өте ұзақ. Оны мемлекеттік сот орындаушылар жасағысы келмейді, уақыты да жоқ, құлқы да жоқ. Ақыры жеке сот орындаушылар соның барлығын өздері жасайды, ұсыныс береді, сонан кейін мемлекеттік сот орындаушысы оны жаңағыда хаттама қылып толтырады, әкімшілік сотқа жібереді. Әкімшілік сот егер ұйғарым шығарса, сол жерге жаңа дактилоскопиясы, медициналық куәландыру, сон жұмыстардың барлығын полиция қызметкерлеріне тапсырады. Бірақ полиция қызметкерлері онда жасамайды. Содан кейін не істейді? Жеке сот орындаушылары өздері жүгіреді. Сол медициналық куәландыруға өздері апарады, содан кейін жаңа қолынан, саусағынан ізін алады. Міне осындайда жеке сот орындаушылардың ешқандай полицияға жаңа ұқсас құзыреті жоқ. Оны жаңағы әкімшілік қамаққа алынған адам менсінбейді әуелі. Тіпті кейде қол көтереді, сен маған не істей аласың деп қуып жібереді. Кейде қашып кетеді әуелі. Міне осы полиция қызметкерлері неге осы қамаққа алу бойынша сот шешімін неге өздері орындамайды? Неге жеке сот орындаушылар жүгіреді осы үшін? Ол жаңағы ішкі істер министрінің сұрағына. Екінші, жаңа баяндамашыға бұл алиментті енді төлеймін деген азаматтар да бар. Бірақ жаңағы 250 айлық есептік көрсеткіштен асып кетсе, оларды жүргізуші куәлігін шектетеді уақытша. Міне бізге ауыл партиясына шағымданыватқан азаматтар өте көп. Олар төлегісі келеді, бірақ жаңағы жұмыс істеп таксимен ақша табамын десе, ондай мүмкіндігінен айырады мысалға. Сіз жаңа баяндамада айттыңыз, Яндекстің бәрін қадағалаймыз деп. Енді ондай қадағалау болатын болса, осы шектеуді алып тастауға болмай ма? Қаншалықты осы қинаймыз мысалға, алимент төлеймін дегендерге, адал азаматтарды айтам. Рахмет. Ішкі істер министрінің орынбасарының микрофонын қосыңыз. Құрметті Ана Сақатұлы, сұрағыңызға рахмет. Рұқсат етсеңіз, әкімшілік полиция комитетінің төрағасы Сұлтанбаев жауап берсе. Рахмет. Сұлтанбаевты микрофонын қосыңыз. Рахмет сұрағыңызға. Бұл сұраққа жауап беретін болсақ, айта кетейін, былтырдың өзінде 2024 жылы полиция қызметкерлерімен 60 мыңға жуық әртүрлі жағдайларға байланысты осы қарыз кісілер жеткізілген болатын әртүрлі құзырлы органдарға, соның ішінде мынау сотқа болсын, прокуратураға болсын, және де басқа органдарға. Бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі, Қазақстан бойынша 7 мыңнан астам учаскелік полиция қызметкерлері бар, және олардың бүгінгі кездегі міндеттерінің өте көп болуына байланысты осындай кейде олқылықтар орын алып отыратыны рас, бірақ бұл мәселелерді біз ары қарай толықтырып шешуге дайынбыз. Бүгінгі таңда мына осы Министерство юстициямен бірге және оқу ағарту министрлігі бар, осы сот орындаушыларменен басқа да мемлекеттік қызмет арасындағы арнайы ережені қарастырып жатырмыз. Осы ережеде бүкіл алгоритмдер кім қалай жұмыс істеу керек және қалай орындау керек, осының бәрі анықталатын болады. Келешекте бұл жұмыс қолға алынады деп айтуға болады. Ерлан Жақсылықұлы, екінші сұраққа жауап беріңіз. Екінші мәселеге байланысты біз шынымен де осындай ұсынысты қолдаймыз. Біз ойлап отырмыз, қазір оңайлатылған іс жүргізу біз кеңейту жағын қарастырып жатырмыз. Осындай заңдылық жағынан борышкерлер болып жатса, олар осындай автоматты түрде ешқандай бір шектеу қою немесе басқа да бір нелерге қосуға қажеттілігі жоқ деп санаймыз. Шынында да осы ұсынысты қолдаймыз. Рахмет.